Ассалаумалейкум достар, сіздермен бірге Марфуға Шапян. Әдеттегідей менің каналымда жүздесіп отырмыз. Достар, мен сіздерге бүгін тұлға тәрбиелегіңіз келсе атты кітапқа шолу жасамақшымын. Жалпы бұл кітаптың ішінде не бар, не айтылған және қандай қызық ақпараттар білесіздер, сол туралы бөлісемін. Ең бірінші, бұл тұлға тәрбиелегіңіз келсе өткендегі айтылған әйел бақытының сыры секілді саммари кітап. Бұл кітаптың ішінде негізінен 4 атақты кітаптың саммари енген, яғни 4 кітаптың мықты сығындысы бар. Сіздер осы бір кітапты оқу арқылы 4 кітап оқығандай боласыздар. Бала тәрбиесі туралы ең танымал кітаптар. Ең біріншісі бұл Хелен Анделиннің бала тәрбиесінің құпиясы деп аталатын кітабы. Бұл кітаптың ішінде баланы кішкентайынан дүниеге келгеннен бастап, сонау өсіп, үйленіп, өздері бөлек кеткенге дейін қандай қарым-қатынаста болу керек, қалай сөйлесу керек, не айту керек, оқыған кезінде қалай көмектесу керек, жасөспірім шағында қалай көмектесу керек, барлығы айтылады. Жалпы мына Хелен Анделиннің өзі 8 бала тәрбиелеп, сондай өзі бақытты ғұмыр кешкен аналардың бірі. Ал одан кейінгі 3-ші кітап бұл Масару Ибуканың «После 3 уже поздно» деген кітабының сығындысы, ең керек жері, қаймағы, былайша айтқанда. Міне бұл кітаптың ішінде бала тіпті құрсақта жатқаннан 3 жасқа дейін барлық тәрбиені беріп қалу керек, және қалай беру керек, міне соның барлығы айтылады. Бұл да бестселлер болған кітаптардың бірі. Оны осы тұлға тәрбиелегіңіз келсе кітабының ішінен оқи аласыздар. Одан кейін тұлға тәрбиелегіңіз келсе кітабының ішіндегі тағы бір тамаша кітап, ол Анатолий Некрасовтың «Ана махаббаты» деп аталатын кітабы. «Материнская любовь» орысшасы. Кейбір аналар балаларын тым қатты жақсы көреді де махаббатты өте көп береді. Ал кейбір балаларға махаббат жетіспейді анасының. Бұл кітапта балаға қалай махаббат беру керек, қалай жеткізу керек, қалай көп беріп қоймауға болады, қалай аз беріп қоймауға болады, міне соның барлығы айтылады. Сол себепті осы кітапты алып оқыңыздар міндетті түрде, бұл пайдалы кітаптардың бірі. Ал 4-шісі бұл Елена Янушконың «Баланың сөйлеуіне көмектесіңіз» деп аталатын кітабы. Яғни баланың сөйлеуіне көмектесіңіз дегенде қалай, егер балаңыз кішкентай, яғни әлі 3-ке толмаған болса, 5-ке толмаған болса, балаңызға осы кітап арқылы тілінің шығаруына, мысалы 4-5 айында қалай үлдейді, тағы қандай буынға бөліп айтады, міне соның барлығы бір аналарға нұсқаулық секілді. Сол баланың сөйлеуіне көмектесіңізді оқу арқылы сіз балаңызбен қандай ойындар ойнауға болады, тілін дамыту үшін не айтуға болады, міне соның барлығын осы кітаптан көре аласыздар. Бұл кітапты қалай алам десеңіздер, міне төменде көрсетілген Marfu.kz инстаграмына жазылу арқылы, немесе мына WhatsApp нөміріне жазу арқылы кітап алғым келеді деп жазсаңыз болғаны, сол жақтан тапсырыс беріп ала аласыздар. Бұл бір тамаша кітап. Бұл кітапты оқысаңыздар 4 кітап оқығандай боласыздар, және ең маңыздысы балаңыздың бала тәрбиесі туралы бір тың ақпараттар білесіздер деген ойдамын. Жалпы бала тәрбиесіне қатысты қандай кітаптар оқыдыңыздар, осы видеоның астына комментарийда жазыңыздар, қандай кітап ұнады сіздерге. Каналымда келесі кездескенше аман сау болыңыздар, жазылып, лайк басып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар төменде көрсетілген инстаграмыма да жазылыңыздар.